Сәлем, бүгін сіздермен идея салатын әзірлейміз. Яғни боқша салаты. Көрінісі ерекше, жасалу жолы өте қызық. Алдымен лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қиярларымызды өстіп ашып аламыз. Бұл салат үшін ұзындау қияр қолданғандарыңыз жөн болады. Тарелкамыздың ортасынан бастап, жұқа ашылған қиярларымызды жайғастырамыз. Қиярларымыз сәл-сәл бір-бірінің үстіне шығып тұрып жайғастырсаңыз, жақсы шығады. Майонез құямыз. Ортасына стаканымызды жайғастырамыз. Суға қайнатылып майда туралған тауық етін саламыз. Майонез құямыз. Майдалау етіп туралған тұзды қиярымызды саламыз. Өстіп әр қабатқа майонезді құйып тұрамыз. Суға қайнатылып үшкіштен өткізілген картопымызды саламыз. Күрекшемен формасын келтіреміз. Майонез құямыз. Суға қайнатылып майдалау етіп туралған жұмыртқамызды саламыз. Үшкіштен өткізілген сырымызды саламыз. Майонез құямыз. Енді стаканымызды шығарамыз. Енді қызық жері, қияларымыздың бәрін ішке қарай аударып шығамыз. Барлығын үстіп аударамыз. Біздің салатымыз формасы шыға бастайды. Ортасына көп салып қоямыз. Міне ерекше болып дастарханыңызда сән беретін салат, дәмінің өзі өте жеңіл. Міндетті түрде жасауларыңызға кеңес беремін. Мені қолдап, каналға тіркелулеріңізді